Достар, ассалаумалейкум. Жаттығудан келіп отырмын да балконда. Сонымен бір ой келді да. КНБ менің бойымды отмена жасап, ана еркебұланмен бокс болатын кезде бір промоутерлар кеп афиша жасаған кезде бір күн болмай хабарласып, бұл бойды реклама жасамаңдар, бұл бой болмайды деп менімен КНБ алысып жүрген кезде бір жылда Қазақстаннан 15 миллиард доллар ұрлап кеткен ғой. Біздің президент оларға бүткіл власть берді да, ұрлатпаңдар, ұстаңдар. Сөйтіп менімен алысып жүрген кезде елден 15 самолет полный доллармен ақша ұшып кеткен ғой елден. Соған КНБ-ға айтамын да, жігіттер, мен сендерге жау емеспін ғой негізі. КНБ болсын, милиция болсын, сендердің де еңбектерің бар, сендер де ел үшін еңбек етіп жүрсіңдер, бірақ маған да история ұқсайды да сендердің темаларың. Маған да комментарий жазады да, мысалы. Келу кезде мен бір комментарий оқыған кезде кіріп қараймын, страницасында бір бейшара ауылдың бір жай қарапайым қазақтың баласы болса тиіспеймін де, жарайды, қойшы маған. Не істеймін деп. Бірақ сендердің ситуацияларымен салыстырсам, мен сол ауылдың қой бағып жүрген қойшыны тауып алып, сол ауылдың әкімімен кездесіп, айтып, бүгіннен бастап мынаған жайлауда қой бақтырмаңдар, бұл менің жауым, бұл менің врагым деп до конца қырылуым керекпін да, анау қойшымен. Егер де мен делать нечего болып, немесе алдыға болған үлкен мақсаттарым болмаса, делать нечего мен сөйтетінмін да, бірақ мен ондай нәрселерге мән бермеймін да. Сол сияқты сендерге халық үміт артып отыр ғой, сендер халықтың ақшасына зарплат алып отырсыңдар, бүкіл власть қолдарыңда. Зачем сендерге анау мынау мелочь ұстап, біреуді 1 миллион, біреуді 200 мың, 100 мың ұстап, халық, простой халықты кошмар еткенше, халық сендерден үміт күтіп отыр. Неужели араларында бір батыр жоқ та енді? Батырдың ұрпағымыз дейсіңдер. Неужели бір мужик-тигр жоқ, который против системы пойдет? 300 миллиардты қашан қайтарады деп сендерден үміт артып отырсақ, сендер бүткіл власті қолдарыңа алып, 15 миллиардты тағы жіберіп қойдыңдар да. Сондықтан, может, жігіттер менімен алысқанша, мен қойшыдан да жамамын ғой, мен бағатын қойым да жоқ. Может, бір серьезный нәрсемен айналысасыңдар уже. Зачем вам я?